Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомызда жалпы иммунитетті қалай көтеруіміз керек, әсіресе осы күз, қыс мезгілдерінде, және де оған қажетті витаминдер мен минералдар туралы айтатын боламын. Сондықтан егер бұл тақырып қызық болатын болса, каналға жазылып, видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыз. Егер сізді осы витамин, минерал, иммунитет туралы сұрақтар мазалайтын болса, комментарийға өз ойыңызды, сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер, мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Жалпы иммунитет дегеніміз бізді сыртқы қоршаған ортадан түсетін кез келген бөгде денелерден қорғайтын ағзамыздың қорғаныс жүйесі. Ол туа біткен және жүре пайда болған болады. Туа біткен дегеніміз, яғни біздің анамыздан жалпы денемізге берілетін иммундық жасушалар. Ал жүре пайда болатын дегеніміз біздің денемізге әртүрлі бөгде заттар түседі, біз түрлі аурулармен ауырамыз. Соған ағзамызда жүре пайда болатын иммундық жасушалар пайда болады. Ол келесі жолы осындай аурумен ауырған кезде біздің ағзамызды қорғайтын болады. Қазіргі қоршаған ортаның ластығы, дұрыс тамақтанбауымыз және де тамақтардан экологияның өзгеруіне байланысты иммундық жасушаларымыз, жалпы иммунитетіміз әлсіреуде. Бұған күндіз-түні телефонда отыруымыз, аз қозғалуымыз және де сапасыз тамақтар, яғни фастфуд, яғни қуырылған, шұжық, полуфабрикат өнімдерді жиі қолдануымыз иммунитетіміздің нашарлауына алып келеді. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Бұл кезде иммунитетімізге көмектесуіміз қажет. Иммунитет ең біріншіден дұрыс ұйқы, сапалы тамақ және де организмдегі дефициттардың орнын толтыру арқылы жүзеге асады. Енді осы қандай витаминдер ішеміз, не ішуіміз керек деген орынды сұрақ туындауы мүмкін. Бұл кезде құрамында міндетті түрде А, Б, С, Д, цинк пен селен бар витаминдерді пайдалануымыз қажет. Қазір осы витаминдердің адам ағзасы үшін маңызы туралы қысқаша айтып беретін боламын, және де осы витаминдер бар құрамды поливитаминдерді, жалпы минералдарды қолдансаңыздар болады. А витаминіне тоқталатын болсақ, А витамині біздің шырышты қабаттарымыз, яғни көзіміздің және де сілекей, кез келген ағзадағы барлық шырышты қабаттарының құрамында кездеседі. Бұның негізгі қызметі біздің ағзамызды иммунитетін көтеру, яғни жиі созылмалы ауруларға шалдығып қалмау. Мысалға, күз бен қыста, жалпы көктемде біз немен жиі гриппен, вирусты инфекциялармен ауырамыз. Бұның себебі біздің иммунитетіміздің осы А витаминінің нашарлығынан. Сондықтан не істеуіміз керек? А витаминін жиі қолдануымыз қажет. А витаминін жеткіліксіз болатын болса, жиі осындай ОРВИ, яғни гриппен жиі ауыратын боламыз. Және де үнемі ол 7 күн ауыру керек болатын болса, қазіргі таңдағы біз көріп жүргенде грипптік аурулар бір айға созылып жатыр, және де оның асқынуы ретінде, мысалға, аттет, жиі құлағымыз ауыру, мұрнымыздың бітеулігі, жөтелдер қалып кетеді. Бұның себебі біздің ағзамыздың иммунитетінің аздығынан. Келесі, ол бәрімізге хит болған Д витамині. Жалпы Д витамині ол қазіргі таңда гормон тәрізді, яғни гормон сияқты қызмет атқаратын витамин болып табылады. Организмізде 3000-нан астам негізгі қызмет атқарады. Ол біздің жүйке жүйемізден бастап, біздің гинекологиялық ағзамызға да тікелей қызмет атқарады. Қазір елдің барлығы, әсіресе қыз-келіншектер Д витаминіне анализ тапсырғанда біз дефицитті көреміз. Тіпті кейбір әйелдер үнемі шаршап жүрем, әлсіреймін, еш нәрсеге көңілім толмайды дейді, анализге барып тапсырғанда осы біз Д витаминінің жетіспеушілігін көреміз. Сондықтан да егер сіз үнемі шаршап жүретін болсаңыз, жиі ауырып қалатын болсаңыз, осы Д витаминін анализге тапсырып көрсеңіз болады. Одан кейін В витаминіне келетін болсақ, В ол көптеген витаминдердің жиынтығынан тұрады. Яғни оның құрамына түрлі В1, В2, В3 осылай кете береді. Әсіресе жүкті ханымдар, жүктілікті жоспарлаушы ханымдар В9, яғни фолиевая кислота, фолий қышқылын міндетті түрде қолдануымыз керек. Себебі В тобының витаминдері жетіспейтін болса, онда біздің жүйке жүйеміздің, яғни нерв клеткаларының дұрыс қызмет атқармауына және де бұлшық еттерімізге, жалпы көңіл күйге тікелей әсер етеді. Бұл өз кезегінде біздің иммундық жасушаларымызға әсер етуі мүмкін. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Б тобын да толық түрде қабылдауымыз керек.
Келесі витаминіміз ол Е мен С, яғни С ол иммунитетке, яғни лимонның, капустаның құрамында болатын дейтін болса, осы дәл гриппен ауырғанда, орвимен ауырғанда міндетті түрде біз С витаминін тұрақты түрде ішуіміз қажет. Ал Е витамині ол біздің жыныс ағзаларымыздың дұрыс қызмет атқаруына, етеккір қызметіне және де ағзамыздың жасушаларымыздың тотықпауына, яғни біз әдемі теріміздің сондай ылғалданып жүруіне жауап береді. Ал минералдарға келетін болсақ, ең қазіргі таңда тапшы ол әйелдерге, қыздарға жалпы селен мен цинк, яғни бұл екеуі де біздің қалқанша безіміздің қызметін реттеуге көмектеседі. Ал қалқанша безі дұрыс жұмыс істемейтін болса, ол біздің жыныс ағзамызға айналып келгенде гинекологияға зиянды әсер етеді. Сондықтан осы витаминдерді міндетті түрде өзіңіздің рационыңызға қолданып, тамақ күйінде болсын, витамин күйінде болсын, ішуіміз қажет. Енді мен сіздерге қазіргі таңда осы витаминдерді қайдан алуға болатынын, қандай мөлшерде пайдалануға болатынын түсіндіргім келеді. Біз бұл витаминдерді негізінен тамақ арқылы жеке-жеке пайдалануымыз керек. Бірақ көпшілігіміз дәрігерге бармаймыз, витамин де ішпейміз. Сондықтан егер тек қана профилактикалық мақсатта ішкіңіз келетін болса, онда не істеуіміз керек? Біз қазір дәріханаларда өзін жақсы жағынан көрсеткен, сапасы мен бағасы сәйкес келетін мен сіздерге Витрум плюс өнімін ұсына аламын. Құрамында 13 витаминдер мен 12 минералдардың комплексінен тұрады. Яғни бір қабылдағанда сіз ағзаңызға тәуліктік қажетті минералдар мен витаминдерді ала аласыздар. Яғни бұны кез келген аптекалық дәріханаға барсаңыздар да бір жақтан заказ бермей-ақ өздеріңіз ыңғайлы жерден ала аласыздар. Яғни бұл өзін сапасы мен жаңағы құрамы жағынан дәлелдеген, сонау жылдан бері біздің рынокта жүрген жақсы өнімдердің бірі. Немесе дәрігерге барып міндетті түрде анализ тапсырып, дәл қай витамин қажет екенін біліп, сол арқылы қажет витаминді де тұтынсаңыздар болады. Егер видео ақпарат ұнайтын болса, онда сіздерге рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.